Салем баршаңызға. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Төсекте әйеліне көңілі толмаған көршінің әңгімесі. Көрші пәтерден тағы айқай-шу шықты. Тыңдап жатырмын, еркектің дауысынан әйелдің дауысы қаттырақ шығады. Бірін-бірі боқтаған еркек пен әйелдің дауысы подъезді алып барады, шыдай алмадым. Барып есіктерін қақтым. Өйткені бұл отбасыны танимын. Мұнда көшіп келгендеріне көп бола қойған жоқ. Күйеуінің аты Шалқар, әйелінің аты Ақмарал, 2 баласы бар. Шалқар таксист. Таң атпай жаман нексиясына мініп қоқайып кетіп бара жатады. Кешке келе жатады. Ақмарал былайша айтқанда домахозайка сияқты 2 баланы қарап аулада жүргені. Байқаймын, жиі ұрсады. Ондай жанжал туған кезде Шалқар қашып біздің үйге келеді. Темекі сұрап тартады. Оны мұны айтып мыжып отырғаны. Әйелінің ашуы басылдау дегенде ғана үйіне барады, бірақ бүгінгі дау бұрынғыдан бөлек сияқты. Содан кейін ғой, шыдай алмай есіктерін қаққаным. Есікті Ақмарал ашты. Бұрқылдап сөйлеп жүр, сүмелек, мені жезөкше көре дегенсің ғой. Төсекте айтпейт дегендеріңді көшеде танысқан салдақыларына айт. Соларға бар. Бұл несі, төсекте маған алай жаса, бұлай жаса дейді. О, сорлы, белің дұрыс жұмыс істемесе, мен кінәлімін бе? Мына бір кітапты алып келіпті, оқы, үйрен дейді. Жасым 35-ке келгенде 8 кітап оқып, позаларды үйрену қалыпты маған. Өй бейшара, оданша ақша табудың жолын қарастырсашы деп бір кітапты ашылған есіктен подъезге лақтырып жіберді. Жүр, бауырым. Келіннің ашуы басылғанша біздің үйде отыра тұрайық деп Шалқарды үйге шақырдым. Еңкейіп жерде жатқан кітапты алдым. Кітаптың аты төсек ләззаты деп аталады екен. Күліп жібердім. Себебі Шалқар әйелім қанағаттандырмайды. Төсекте кескен томардай жатады да қояды. Өтірік болса да жыныстық қатынас кезінде ыңырсып құшақтап аймаласуды білмейді деп жақындаған асыра ішіп отырып, бар сырын ақтарып салған. Шамасы, мына кітапты тауып әкеліп әйеліне оқытпақ болған сияқты. Дау содан шықса керек. Шалқар екеуміз аулаға шығып темекі тұтаттық. Өткенде айтып едім ғой. Төсекте әйеліме қанағаттанбаймын деп. Әйтейік бүйтейік десем, оны қайдан білесің? Біреумен жатып жүрген секілсің ғой деп тап береді. Тіпті мұндай балағаттаулар мен басқа да жыныстық қатынасқа кері пікірлер бірте-бірте жігітті белсіздікке әкеледі. Сондықтан жыныстық қатынастың өте нәзік психологиясы бізден бір-біріміздің көңілдерімізге кірбің түсірмейтіндей іс-әрекет етуді талап етеді. Адамдар арасындағы сексуалдық сауатсыздық, төсек ләззатындағы мәдениетсіздік қауышудың кейбір жақтары таза емес деген ойды көкейімізге ұялатқан. Ол жөнде жұбайлар арасында ашық айтып пікір алысу бұл тәсілді, немесе әдетті кімнен көріп, үйреніп жүрсің деген күдікті сауалдың тууынан қашқандықтан жиі бола бермейтіні рас. Олар өздерінің жыныстық талап тілектері жөнде бір-біріне айтудан тіпті қорқады да. Өйткені бірін-бірі кінәлап, тіпті ара қатынастары бұзылуы мүмкін деп ойлайды. Бұған не дейсіздер? Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп кетіңіздер.